Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен алып сауда қалашығында іс-шара өтті. Бірқатар сала мамандары осында бас қосып, қалашыққа келген тұрғындарды қабылдады. Олардың сауалдарына жауап беріп, ақыл кеңестерін ұсынды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Алып сауда қалашығындағы бүгінгі қабылдауда мобильді топ мүшелері тұрғындарға жұмыспен қамту бойынша мемлекеттік бағдарламалар туралы мәліметтер ұсынып, заңгерлік кеңестер беріп, психологтар келгендерге өз ақылын айтып, осылайша келелі жүйелі жұмыс жүрді. Бұл іс-шараның негізгі ұйымдастырушысы Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығы. Кезекті жаңағы халыққа, жастарға кеңес беру күніміз өтіп жатыр. 14 ауылдық округ, қала, кенттерде өту жоспарлануда. Кешегі күні біз Жібек жолы мен Жеміс ауылдық округінде болдық. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша, оның ішінде серпін және 7-20-25, бақытты отбасы, нұрлы жер бағдарламаларын түсіндіру және жұмыспен қамту орталығынан арнайы бір маман бөлініп, жаңа жұмыспен қамтудың 3 бағыты бойынша жұмысқа орналасу, нәтижелі жұмыспен қамту бойынша түсіндіріп жатыр. Және осы топтың ішінде біздің психолог және заңгерлер кеңес беріп жатыр. Ол жерде заңгер өзінің жаңағы құқығын қорғау мақсатында істейтін іс-әрекеттері бойынша және құқық бұзушылықтар, жаңа қазіргі ауданда белең алып жатқан құқық бұзушылықтардың алдын алу, түнгі уақытта беймезгіл жүрмеулерін ата-аналарға ескертіп, соларды бойынша кеңестер беріп жатыр. Ауданымыздағы әлеуметтік психологиялық сүйемелдеу секторының мамандары да осында сауда қалашығына келген жандармен сұхбат жүргізіп, отбасындағы жалпы зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында іс атқаруда. Біздің мамандарда қосылып, зорлық-зомбылыққа ұшыраған отбасылар болатын болса, солардың балалары бар, кеңес алам дейтіндерге психолог мамандардың көмегі керек болатын болса, мінекей осы жерде қазір барлығына аты жөнін жазып, толыққанды кеңес беру үшін біз өзіміздің орталыққа шақырамыз. Ал осы жерде шешілетін мәселе болатын болса, міне барлық мамандар осы ауданның көлемінде беріп жатыр. Нелері жаман емес. Қазір осы кешеден басталды бұл біздің іс-шарамыз. Өздеріңіз көргендей, көпшілік мобильді топтың мүшелері мен мамандармен әңгімелесіп, көкейдегі сауалдарын қойып, тұшымды жауаптарын алып, рахметтерін айта кетті. Бұл халыққа деген қолайлы жағдай. Қуаныш Құмырзаев, Нұрсұлтан Исаев, Сәт телеарнасын жаңалықтар қызметі.